Бүгінгі тақырып қала мәдениетінің қалыптасуы 6-9 ғасырлар. Түркілер табиғат жағдайлары көшпелі өмірге қолайлы жайылымдық жерлерден басқа аумақтарда да қала және ауыл тұрғындары ретінде өмір сүрді. Ерте орта ғасырларда қала мәдениеті оңтүстік Қазақстан және Жетісу аймақтарында дамыды. Оңтүстік Қазақстанда орта ғасырлық қала мәдениеті ежелгі қаңлылар дәстүрінде қалыптасты. Осы аумақта қала мәдениетін өркендетуде соғдылар маңызды рөл атқарды. Естеріңізде ме, біз тіркеуштерді өткен кезде осы соғдылар Жетісуға көшіп келді деп айтқан болатынбыз, 3 себепке байланысты. Міне осы соғдыларды осы қала мәдениетін өркендетуде маңызды рөл атқарған екен. 6-9 ғасырларда оңтүстік Қазақстанда түркі соғдылық аталған мәдени кешен пайда болды. Яғни картадан көріп отқандарыңыздай, мына оңтүстік Қазақстанымыз, одан кейін Жетісу жері қала мәдениеті дамыған аудан болған. Енді бұл түсінікті, бұл жерде өзен көп, су көп, көл көп, жібек жолы осы жерлерден өтті. Сондықтан қала мәдениеттің дамуының басты көрсеткіші осы болған. Қалалардың негізгі халқын түркілер құрады. Бұған қалалардың түркілік атаулар дәлел бола алады. Ең ірі Тараз әйгілі түркі қаласы ретінде атап көрсетілді. Жетісуда қалалар жергілікті негізде ірге көтерді. Олардың тұрғындары отырықшылыққа көшкен түркі тайпалар болды. Қалалардың қалыптасу бірнеше кезеңнен өтті. Біріншіден, ол қыстаулар мен көктемгі жайылымдарда халықтың бір бөлігі қалдырылды, яғни олар көшкен жоқ. Олар мұнда дәнді дақылдар өсірді. Осы жерлерге қолөнершілер қоныстана бастады. Сөйтіп, олардан кейін көпестер тоқтай бастады осы жерлерге. Олар негізінен мал айдайтын жолдың бойында шоғырланды. Екіншіден, билеушілердің ордалары тіршілік көзіне қолайлы жерлерде өзен алқаптары мен сауда жолдарына орналасты. Кейін оларда әкімшілік билік қолөнер мен сауда орталығына, яғни қалаларға айналды. Түрік қағандары қала салуға мүдделі болды. Себебі қала малшылар мен дихандар арасындағы айырбас жасаудың орталығы еді. Қала қоғамның ішкі байланысы мен тұтастығын сақтайтын маңызды орын саналды. Орта ғасырлық қала 3 бөліктен тұрды. Ол цитадель, Шахристан және Рабат. Мына суреттен көріп тұрғандарыңыздай. Цитадель, Шахристан және Рабат деген 3 бөліктен тұрды. Қаланың орталық бөлігі цитадель, ішкі бекіністе қала билеушінің ордасы орналасты. Яғни билеушілер осы цитадельде өмір сүрді. Цитадельде қуатты қорғаныс жүйесі, салтанатты дәліздер, сақтау қоймалары болды. Схема түрінде емес, кәдімгі суретшілер салған орта ғасырлық қала міне осындай болған. Яғни мықты қорғаны бар. Орталық бөлігі бұл цитадель, одан кейін Шахристан және ең шеткі бөлігі бұл Рабат болған. Міне осындай 3 бөліктен тұрған қала. Цитадельдің сыртын Шахристан қоршап тұрды. Мұнда қала ақсүйектер қоныстанды. Шахристан мен іргелес Рабат, яғни қолөнер сауда орналасты. Онда қаланың негізгі халқы өмір сүрді. Мұнда шеберханалар мен мекен-жайлар салынды. Рабатта қорғанмен қоршалды. Яғни, есте сақтаймыз, цитадель бұл билеуші тұратын орын, Шахристан бұл ақсүйектер тұратын орын, Рабат бұл қаланың негізгі халқы, яғни қолөнершілер, қаланың басқа да тұрғындары, саудагерлер. 6-9 ғасырларда қала мәдениетін дамытуда Ұлы Жібек жолы және халықаралық керуен саудасы маңызды рөл атқарды. Қарқынды сауда Іле, Шу және Талас өзендерінің алқаптарына ондаған қалалар мен бекіністі қалашықтардың пайда болуына әсер етті. 6-7 ғасырларда Шу алқабында ірі қалалар мен көптеген шағын қоныстар болды. Худуд әл-Алам деректерінде Қарлұқтар елінде 25 қала мен қоныс болғандығы айтылады. Олардың көпшілігі осы Ұлы Жібек жолы бойында орналасты. Қалалар туралы деректер руна жазуларында сақталған. Мәселен, көне түркі руна ескерткішінде балық деген сөз қала деген мағынаны білдіреді. Барк деген, ғимарат деген түркілік атаулар келтірілген болатын.
мына алдарыңызда ежелгі отырар қаласының қалған орны, жұрты. Орта ғасырлық Қазақстан қалаларының бірнеше ерекшеліктерін айтып өтейік. Біріншіден, Қазақстан қалалары көшпелілер әлеммен тығыз байланыста болып, солардың ықпалымен дамыды. Екіншіден, қала халқының бір бөлігі жартылай отырықшы мал шаруашылығымен айналысып, жаз мезгілін жайлауда өткізді. Үшіншіден, қалалар алғашында әкімшілік сауда орталықтары ретінде пайда болды. Енді сәулет өнерінің ескерткіштеріне келетін болсақ, көне түркілер түргеш қарлық заманында қала мен далада сәулетке ескерткіштер бой көтерді. Қолданбалы және бейнелеу мүсін өнері дамыды. Кедер және Жамұқет сарайлары, бұлар 7-9 ғасырларға жатады. Осының айқын мысалы болып табылады. Сарайлар мен ғибадатханаларды безендіруге сырлы сурет, өрнекті сылақ, оймыш ағаш тақтайшалар кеңінен қолданылды. Қабырғаларды әрлендіруге өсімдік және зооморфты, яғни хайуанат пішімді өрнектер пайдаланылды. Суяб пен Науа кенттегі қазба жұмыстары кезінде Будда храмдарының орындар табылды. Суяб, білесіздер, бірнеше түрік қағанаттарының астанасы болған қала. Батыс түрік қағанатының да, түргештердің де, қарлықтардың да астанасы болған қала. Және Науакетте отқанымыз, міне қазір мынандай тек үйінділері ғана қалған қаланың орны, міне осы екі қаладан Будда храмдарының орны табылған екен. Бұл ғибадатханалардың қабырғалары сырлы суреттермен безендірілген, қабырға қуыстары мен көтеріңкі сәкі үстінен Будда мүсіндер табылған. Ал Жамбыл облысында Қарлық дәуірі сәулет өнерінің ескерткіші Ақыртас ғимарат орналасқан. Міне алдарыңызда тұр. Ақыртас үлкен кешен. Мынау жоғарыдан көрінісі, мынау жақыннан көрінісі. Яғни осындай қызыл тастардан көтерілген. Өкінішке орай соңына дейін соғылмаған, бірақ өте алып осындай ғимарат орны басталған. Ақыртас дейді, бұл есте сақтаймыз. Қарлық дәуіріне жатады, Жамбыл облысының жанында. Тараз қаласының жанында, Жамбыл облысында орналасқан. Оңтүстік Қазақстан облысының Қаратау баурайында 6-7 ғасырларда орта ғасырлық Балач қаласы болған екен. Міне мына Қаратау, Қазақстанның осы тұсында орналасқан. Міне осы жерде Балач қаласы, орта ғасырлық Балач қаласы орналасқан болатын. Ал орта ғасырлық Баба Ата жұртының орнынан археологтар 6-7 ғасырларға жататын құрылыс тапқан екен. Яғни Баба Ата оңтүстік Қазақстанға жатады. Мынау Баба Ата күмбезі, мынау реконструкциясы, міне осындай үлкен ғимарат болған ғой Баба Ата. Ерте орта ғасырлар кезеңінде сауда айырбас және ақша түрінде жасалды. Көшпелілермен арадағы айырбас саудасы осы кезеңнің үлкен қалалары Испиджаб, Отырар, Таразда өткізілген. Жәрмеңкелерді іске асырылды. Шаруашылық өнімдермен айырбас көшпелі және отырықшы әлемнің байланысын одан әрі нығайтты. Ақша айырбасының болғандығына Отырар, Суяб, Тараз қалаларында жасалған теңгелердің табылуы дәлел бола алады. Суябта түргеш қағандарының теңгелері шығарылды. Суяб әкімшілік орталығы ғана емес, бүкіл Шу алқабының ірі сауда қаласы болды. Бұл қала туралы дерек көздерде онда түрлі елдердің саудагерлері аралас тұрғаны, ал қала тұрғындарының жартысын көпестер құрағаны айтылады. Суяб теңгесі сапасы жоғарылығы соншалықты бұл ақша 10 ғасырдың соңына дейін айналымда болған екен. Міне мынау алдарыңызда Испиджаб қаласы орнынан табылған мыс теңгелер, бұлар реконструкция қалпына келтірілген. Тараз бұл кезеңде маңызды сауда орталығына айналды. Ол тарихи деректерде көпестер қаласы ретінде аталды. 7 ғасырдың соңы, 8 ғасырдың басындағы Орталық Азия, Қытай, Византия билеушілерінің теңгелері осы кезеңде халықаралық сауда кең дамығанын айқындайды. Орта ғасырлар кезеңінде Қазақстан аумағындағы сауда 3 бағытта қалыптасты. Бірінші, елдер арасындағы сауда, оның ішінде керуен саудасы. Екінші, қалалар мен егіншілік аймақ арасындағы сауда, мысалға астық, көкөніс және басқа азық-түлік түрлерін маңызды қолөнер бұйымдарына айырбас жүргізді. Үшінші, қалалар мен көшпелі дала арасындағы сауда. Мұнда қолөнер мен егіншілік өнімі малға,
яғни байгеттарынан бастап сойыс малына дейін және мал шаруашылығы өнімдеріне айырбасталды. 630 жылы Жетісу өңірінде болған Будда монахы осы аймақтың қалалары туралы алғаш рет сипаттап жазған екен. Бұл сипаттама осы күнге дейін сақталған. Ол былай дейді: мөлдір теңізден, яғни Ыстықкөл, солтүстік батысқа қарай 500 ли жүргеннен кейін Суяб өзені бойындағы қалаға келдік. Бұл қаланың ауқымы 6-7 ли. Онда түрлі елдердің саудагерлері аралас тұрады. Суябтың тура батысында бірнеше ондаған жеке қалалар орналасқан. Олардың әрқайсының өз ақсақалы бар. Олар бір-біріне тәуелді болғанымен, бәрі де бір-біріне тәуелді болмағанымен, бәрі де қағанға бағынады деп жазып кеткен екен.